Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жұрнақ пен жалғау тақырыбын қазақ тілі пәнінен жалғастырамыз. Бұл 82-85 жаттығулар аралығы 81 сабақ 2 сынып. 82 жаттығу тақырыбына қарап нұсқаулық мазмұнын болжа және түсініп оқы. Денің сау болсын десең, яғни тақырыбын бірінші түсініп оқы дейді. Денің сау болсын десең, яғни денсаулығың мықты болсын десең, ауырмау үшін деген сөз, яғни ауырмайын десең, не болмаса денім үнемі сау болып жүрсін десең деген нұсқаулық, яғни соған байланысты ережелер немесе бір кеңестер екенін түсінеміз. Бірінші, үйге таза ауа көп кірсін, күннің сәулесі түсіп тұрсын, сау болу үшін таза ауа, күннің шуағы өте керек екенін ұмытпа. Тұла бойыңды ең болмағанда мойныңды, көкірегіңді, арқаңды күнде салқын сумен жуып тұр. Жылы мезгілде суға көбірек шомыл, өзіңді, тамағыңды таза ұста, ішкен жеген сайын ертеңді кеш аузыңды тазалап шай. Аузыңды таза ұстасаң, тіс ауруларының көбінен құтыласың. Таза ауада көбірек қимылда. Өте жылы киінбе, басыңа жеңілдеу нәрсе ки, денеңді тар киіммен, белбеумен, түрлі баумен байлап қыспа. Аяқ киіміңнің өкшесі жалпақ аласа болсын, биік өкше өте зиянды. Киіміңнің әсіресе шұлығың суланса, тез арада шешіп тастап құрғақ киім ки. Бұны осындай нұсқаулықты бізге ұсынған Халел Досмұхамедов екен. Енді қараңдар, автордың айтқысы келген негізгі ойын тап дейді. Негізгі ойы, бұл жерде негізгі ойы денсаулықты сақтау. Мысалы, ауырмаудың алдын алу. Яғни ауырып қалмас үшін не істеу керек? Кез келген аурудың алдын алу. Бұл деген жаңағы нұсқаулық. Өзің осы айтылғандарды орындап жүрсің бе? Балалар, сендер осы айтылғандардың ішіне қайсысын орындайсыңдар? Мүмкін маған комментарийға жазып кетерсіңдер, мүмкін мұғалімдеріңе айтып берерсіңдер, мүмкін жай ғана өздеріңе жаңағы бір жерге жазып алып, түртіп алып, мысалы үнемі орындап жүрерсіңдер, егер орындамаған болсаңдар. Енді ары қаратай нұсқаулықтың бірінші бөлігін көшіріп жазып, заттың атын білдіретін сөздерді сөз құрамына талда дейді. Міне қараңдар, бірінші бөлігі. Денің сау болсын десең, үйге таза ауа көп кірсін. Күннің сәулесі түсіп тұрсын. Сау болу үшін таза ауа, күннің шуағы өте керек. Бұл жерде міне заттың атын білдіретін заттар дейді. Яғни кім, не, несі деген сұраққа жауап береді. Яғни аты заттың. Ауа, не, сәулесі, несі, не, сәуле, несі, сәулесі, ауа, шуағы, несі, шуағы, міне осы заттар заттың атын білдіріп тұр. Енді осыларды сөз құрамына талда дейді. Міне сөз құрамына талданды, бұл сөздер. Жақсы, келесі тапсырма, бұл әлі 82-ші жаттығудың жалғасы, балалар. Төртінші бөлікті басшылыққа алып, таза ұста тақырыбында нұсқаулық құрастырып көр дейді. Яғни төртінші бөлікті еске түсіреміз. Ол жерде киімнің, тағамның тазалығы туралы айтылған, бойыңның, адам бойының тазалығы туралы айтылған. Енді міне қараңдар, мен мынандай нұсқаулық құрастырдым. Тісіңді үнемі таза ұста. Ол үшін күнде таңертең және кешке тісті тазалап, және әр тамақтанғаннан кейін ауыз қуысын шаю керек. Беті қолыңды үнемі жуып жүр. Әсіресе қолда микробтар өте көп болады, сондықтан қолды жиі жуып тұр. Аптасына бір рет ваннаға шомылып, құлағыңды тазалап қой. Киімдерің әрқашан таза, ұқыпты болсын. Тырнақ пен шашқа да көңіл бөліп, уақытылы алып тұр. Тазалық, денсаулық кепілі екенін ұмытпа. Міне мен осындай нұсқаулық құрастырдым. Енді осыған қарап, өзің қандай сенің тазалыққа байланысты, қандай өзіңнің қолданып жүрген нұсқаулығың бар, өзіңнің күнделікті жасап жүрген қандай ісің бар, соны ары қаратай қосымша қосып, өзің нұсқаулық жасауыңа болады. Келесі балалар, бұл 83-ші жаттығуға көштік. Деніңнің сау болуы өзіңе байланысты тақырыбындағы пікір таласқа қатыс. Ол үшін төмендегі талаптарды басшылыққа ал. Егер сен сыныптастарыңмен деніңнің сау болуы өзіңе байланысты деген пікір талас ұйымдастырып, мұғалімдерің сендерге сондай пікір талас ұйымдастырса, мысалы сен адамның деніңнің сау болуы, мысалы адамның
көп суға жүзуіне байланысты деген сөзді алуыңа болады. Мысалы, сен судың пайдасы туралы айтып түсіндіруіңе болады. Бұл жерде мынандай талаптарды басшылыққа алу керек екен. Өз пікіріңе нақты дәлел келтір. Яғни су не үшін пайдалы? Судан адамның денесі қалай сергиді, ол адамның терісіне қалай әсер етеді, қандай суға түсу керек, қай уақытта түсу керек суға, қанша уақыт түсу керек, осының барлығын сен зерттеп біліп алуың керек. Дәлелің сенімді болсын дейді. Яғни сен сондай адамдарды білесің бе, суға көп түсу арқылы денсаулығын жақсартқан, яғни суға көп түсу арқылы мүлдем ауырмайтын адамдарды білсең, сол адамдарды сен дәлел ретінде келтіруің керек. Өз пікіріңнің дұрыстығына басқаларды сендіре біл. Яғни судың пайдалы екенін бүкіл әлем біледі. Мысалы, міне осындай елдерде осындай адамдар суға түседі. Мысалы, біздің елде де адамдар суды жақсы көреді. Су деген жаңағы адам денесін кірден тазалайды, сергітеді, жаңағы сондай пайдасы бар. Қандай жаңағы жылылықта түсу керек суға, соның барлығын айта отырып, соның барлығына жаңағы зерттеу жүргізе отырып, судың нақты тура пайдалы зат екенін адамға түсіндіруің керек. Сен жаңағы айтып отырған нәрсеңе адам сене білу керек. Міне пікір таласқа қатысып, сол пікір таласта өз пікіріңді дәлелдей білу деген осы балалар. Келесі 84-ші жаттығу, өлеңді көшіріп жаз. Жан дүнием ізгіліктен жаралған, жүрегімнен күн шуағы таралған, адамдарды ардақ тұтып аялап, тек жақсылық жасай беру бар арман. Бұл Абдрахман Асылбектің өлеңі. Қарамен берілген сөздерді сөз құрамына талда дейді. Ізгіліктен, жүрегімнен, адамдарды. Міне ізгіліктен деген сөзде ізгілік. Бұл жерде жалпы балалар ізгі деп те алса да болады. Түбірін, сөздің түбірі ізгі, лік деген ол жұрнақ, тен деген жалғау деп алса да болады. Бірақ ізгілік деп те алса болады. Мысалы, жүрегімнен, бұл жерде түбірі жүрек, деген жалғаудың жаңағы жалғануы арқасында г-ге айналған, нен деген жұрнақ, жалғау. Келесі адамдарды, бұл жерде де түбірі адам, дар деген көпшілік жалғауы, арғарай д деген арғарай тақ келесі жалғау екен. Келесі 85-ші жаттығу. Бұл жерде қарандар балалар, берілген сөздерге жұрнақ пен жалғауды қатарынан жалғап айт. Яғни қарандар, таза, біл, дойбы, жаңа. Мен жұрнақ пен жалғауды қатарынан жалғадым. Бірақ сендер естеріңде болсын балалар, кез келген сөзге жаңағы жұрнақ пен жалғауды жалғау барысында бірінші міндетті түрде жұрнақ жалғанады, одан кейін барып жалғау жалғанады екен. Міне тазалық пен, білгіш тер, дойбы шыға, жаңалықты. Міне мен сендерге оны белгілеп қойдым. Бірінші міндетті түрде жұрнақ, одан кейін жалғау жалғанады екен. Келесі, түбір сөзге жұрнақ та жалғау да жалғана береді. Жұрнақ бұрын, жалғау жұрнақтан соң жалғанады. Міне көрдіңдер ме балалар, бағана мен айтып отырған нәрсе. Хоккейшіге, хоккейшінің хоккейшімен, жүзгіштер оқулықта ұшқышпен деген мысалдар келтірілген. Бұл сөздердің барлығында бірінші жұрнақ жалғанған, одан кейін барып жалғау жалғанған екен. Бұл ережені жаттап алыңдар балалар. Осымен біз бүгінгі видеоның соңына жеттік. Енді менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа рахмет. Егер сендерге видео ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңдар. Және менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.